Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлфия Ерболқызы. Осы бейнеде қызылшадан 4 түрлі салат дайындаймыз. Әр салаттың дәмі ерекше, дәруменге толы, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сонымен қатар салат дайындасаңыздар, комментарийда бөлісіңіздер, және осы бейнені достарыңызға жіберсеңіздер болады. Енді бірінші салат дайындайық. Бұл өте дәмді салат. Бұл салатқа 3 қана ингредиент қосылады. Ол піскен қызылша, изюм және грек жаңғағы. Енді салатты дайындауды бастаймыз. Піскен қызылшаны үккіштен өткіземіз. Кез келген үккіштен өткізе берсеңіздер болады. Осы каналымда түрлі салаттардың, тәттілердің және тамақтардың рецептілерімен аптасына 2 рет бөлісемін. Сондықтан осы видеоның астындағы подписаться кнопкасын басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қызылшаны үккіштен өткізіп, шетке алып қоямын. Енді осы қызылшаға грек жаңғағын қосу үшін қазір ұсақтап тураймыз. Мен пышақпен осылай бірнеше бөлікке бөліп ұсақтап аламын грек жаңғағын. Салатқа керекті ингредиенттердің мөлшерін осы видеоның астына жазып қоямын. Сол жерден көріп дайындасаңыздар болады. Мені грек жаңғағын турадым, ұсақтадым. Мені осындай болып шықты. Енді қазір салатты дайындауды бастаймыз. Үккішпен туралған қызылшаға изюмді, ұсақтап туралған грек жаңғағын қосамыз. Қалауларыңыз бойынша қаймақ қоссаңыздар да болады бұл салатқа, бірақ мен майонез қостым. Салатты жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер осы салатты. Барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Себебі мен отбасыма дайындаймын, өте тез бітіп қалады. Балаларға да өте ұнайды, дәруменге толы, өте дәмді салат. Және осы салаттың үстіне мен грек жаңғағын салып қоямын, әдемі болу үшін. Енді өз қалауларыңыз бойынша әдемілеп қойсаңыздар болады. Енді екінші салатпен бөлісейін. Бұл салаттың да дәмі ерекше, дәруменге толы. Ол үшін бізге піскен қызылша қажет. Қызылшаны үккіштен өткіземіз. Кез келген үккіштен өткізе берсеңіздер болады. Осы каналымда түрлі рецепттермен бөлісемін. Сондықтан каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Аптасына 3 рет жаңа рецепт шығады. Мына қызылшаны үккіштен өткіздім. Дайын. Содан кейін қиярды тураймыз. Тұздалған қияр. Мен салатты аз мөлшерде жасап жатырмын. Егер сіздерге көп мөлшерде қажет болса, онда қажетті заттарды көбейтсеңіздер болады. Қиярды 4 бұрыштетіп тураймыз ұсақтап. Бұл салат өте дәмді болып келеді. Бірден барлығына ұнайды және бірден таусылады ғой, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Және оңай, тек 3 қана ингредиент қосылады, болды. Және пайдалы. Қиярды ұсақтап тураймыз 4 бұрыштетіп. Дайын қиярды қызылшаға қосамыз. Содан кейін піскен жұмыртқаны тураймыз. Мен 3 жұмыртқа алдым. 4 бұрыштетіп тураймыз. Туралған дайын жұмыртқаны салатқа қосамыз. Және қалауларыңыз бойынша көкшеп қоссаңыздар болады. Мен көк жуа қостым. Майонез қосып, салатты жақсылап араластырамыз. Салат өте нәзік, дәмді болып шығады.
Салатты тоңазытқышқа қоймай, бірден дастарханға қоя берсеңіздер болады. Өте дәмді, нәзік болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Шыны керек, бірден желініп кететін салаттардың бірі. Келесі бейнеде үшінші салатты дайындаймыз. Бұл салатта өте тез дайындалады. Ол үшін піскен қызылшаны 4 бұрышты етіп тураймыз. Мен қызылшаны фольгаға орап, пеште 40 минут пісіріп алдым. Сол кезде бір келкі болып пісті. Суға пісірсеңіздер де болады, яғни өз қалауларыңыз бойынша. 4 бұрышты тураймыз. Осы салатқа қажетті заттардың барлығын осы видеоның астына жазып қоямыз. Сол жерден қарап, алдын ала дайындап алсаңыздар болады. Дайын қызылшаны ыдысқа саламыз. Содан кейін қызыл пияз тураймыз. Қызыл пияздың барлығын турамаймын, тек жартысын ғана тураймын. Ұсақтап тураймыз. Осы YouTube каналымда аптасына бірнеше рет тұрақты түрде жаңа рецептермен бөлісемін. Сондықтан каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы видеоның төменгі жағында подписаться деген батырманы бассаңыздар, бірден каналыма тіркелесіздер. Пияз дайын, қызылшаға қосамыз. Содан кейін тұздалған қиярды қосатын боламыз. 4 бұрышты тураймыз. Ұсақтап. Туралған қиярды да салатқа қосамыз. Ыдысқа саламыз. Және корейский капустаны тураймыз. Корейский капуста көп қосудың қажеті жоқ. Аздап қана қоссаңыздар, себебі ащы. Аздап қана ұсақтап турап қосамыз. Бұл салат өте бір майонезсіз, өте дәмді болып шығады. Ең артынан жүгері қосамыз. Дәміне қарай қара бұрыш, тұз қосамыз. Және мен зәйтүн майын қостым, немесе сүйек май қоссаңыздар да болады. Жақсылап салат араластырамыз. Чеснок қосамыз. Чеснок дәміне қарай қоссаңыздар болады. Егер ұнатпасаңыздар, қоспай қойсаңыздар да болады. Біз енді чеснок жақсы көреміз. Сондықтан салатқа қостым. Жақсылап араластырамын салатты. Салат өте ерекше дәмді болып шығады. Дәруменге толы салат дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер осы салатты жасасаңыздар, комментарий бөлімінде бөлісуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын. Ешқандай майонезсіз дәруменге толы соңғы салатын жасалу жолымен бөлісемін. Салатқа сүйек май, қызылша, чеснок қажет болады. Қызылшаны осындай үкіштен өткіземін. Кез келген үкіштен өткізсеңіздер болады, бірақ осы корейский салатқа арналған үкіштен әдемі бір келкі болып шығады. Қызылшаны өткіздім үкіштен, содан кейін табаға сүйек май құйып, сүйек май қызғаннан кейін қызылшаны саламыз. Яғни мен 2 бөліп саламыз, себебі көп болып кетті. Араластырамыз жақсылап. Содан кейін ең төменгі отта табанын қақпағын жауып қойып, қызылшаны пісіреміз. Яғни бір 8-10 минутта қызылша дайын болады. Ортасында 1-2 рет араластырып қою керек. Қызылшаны жеп көресіздер, сол кезде бір толығымен піскен емес, кішкене қаттылау дәм шығып тұрады, бірақ сол кезде дайын деген сөз. Қатты езіп жібермеңіздер. 8-10 минутта қызылша дайын болады. Міне қызылша дайын, толығымен пісті, және бір келкі болып тұр, қатты пісіп кеткен жоқ, езіліп кеткен жоқ, сондай болу керек, жаңа видеода көрсетілгендей. Енді екінші, жаңа қалған қызылшаны саламын. Тура солай араластырамын, қақпағын жауып қоямын, ең төменгі отта бір 8-10 минут пісіріп аламын. Ортасында әрине 1-2 рет араластыру керек. Міне қызылша дайын, енді тез көрсеттім екіншісін. Содан кейін барлық қызылшаны қосып көрдіңіздер ме? Кішкене қызылшаның көлемі азаяды. Және чеснок қосамыз. Мен 3 чеснок қостым.
Осы YouTube каналымда аптасына 2 рет жаңа рецепт шығарамын. Сондықтан видеоның астындағы подписаться кнопкасын басып, каналыма тіркеліп алсаңыздар болады. Дәміне қарай тұз саламыз. Содан кейін қызылшаны чеснокпен бірге жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып, салқын жерге қойып қоясыздар. Толығымен суғаннан кейін тоңазытқышқа қойсаңыздар болады. Осы салаттардың барлығын сіздер үшін дайындап бөлістім. Міндетті түрде лайк басып, каналыма тіркеліп алыңыздар, және де осы бейнені достарыңызға жіберсеңіздер болады. Баршаңызға ас болсын.